Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін математикадан 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жай есептерді құрама есептерге айналдыру. Бірінші есеп: жай есептерді салыстыр және шығар. Аулада 17 ұл және 18 қыз ойнап жүр. Аулада барлығы неше бала ойнап жүр? Қысқаша есептің шартын жаздық. Бізге барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін қосу амалын қолданамыз. Шешуі: 17-ге 18-ді қосқанда 35 болады. Жауабы: аулада барлығы 35 бала ойнап жүр. Екінші бағандағы есеп: аулада 35 бала ойнап жүрді. Олардың 19-ы үйлеріне кетті. Аулада неше бала қалды? Барлығы 35, кеткені 19, қалғаны белгісіз. Шешуі: қалғанын табу үшін азайту амалын қолданамыз. 35-тен 19 баланы азайтамыз. Жауабы 16 болады. Аулада 16 бала қалды. Екінші есеп: бірінші тапсырмадағы екі жай есептен құрама есеп құрастыр. Оны түсіндіре отырып шығар. Аулада 17 ұл және 18 қыз ойнап жүр. Олардың 19-ы үйлеріне кетті. Аулада неше бала қалды? Шешуі: бізде аулада ойнап жүрген балалардың санын анықтаймыз. 17 ұл және 18 қыз. Барлығы 35 бала. Барлығынан 35 баладан кеткен 19 баланы азайтамыз. 16 бала қалды. Жауабы: аулада 16 бала қалды. Үшінші есеп: есептерді салыстыр. Осы есептерден құрама есеп құрастыр және шығар. Көркем еңбек сабағында қыздар 34 оюдың және 42 гүлдің суретін бояды. Қыздар барлығы неше сурет бояды? Барлығын табу үшін оюға гүлді қосамыз. Бізде 34 оюға қосамыз 42 гүлді. Ондыққа ондықты қосамыз 70, бірлікке бірлік 6. Жауабы 76. Қыздар барлығы 76 сурет бояды. Екінші жай есеп: көркем еңбек сабағында қыздар 76 ою мен гүлдің суретін бояды. Оның 55-ін сынып бөлмесін безендіруге жұмсады. Неше сурет қалды? Есептің қысқаша шартын жаздық. Шешуі: бізде барлығы 76 сурет. 76 суреттен жұмсалған 55 суретті азайтамыз. Бізде 21 сурет қалды. Жауабын жазамыз. 21 қалды. Есептің А тапсырмасы: 42 мен 15-тің қосындысының мәні 39 пен 12-нің айырмасының мәнінен қаншаға артық екенін табамыз. Ол үшін 42-ге 15-ті қосамыз. 57. 39-дан 12-ні азайтқанда 27. Енді 57-ден азайтамыз 27-ні. Тең 30 болады. Жауабы: 57 27-ден 30-ға артық. Келесі Ә тапсырмасы: 61 мен 29-дың айырмасының мәні 66 мен 15-тің қосындысының мәнінен қаншаға кем дейді. 61-ден 29-ды азайтқанда 32 қалады. 66-ға 15-ті қосқанда 81. Енді біз 81-ден азайтамыз 32-ні. Тең 49 болады. Енді жауабы: 32 81-ден 49-ға кем. Бесінші есеп: жасырын сандарды тап. 32 қосылған 24 азайтылған белгісіз сан тең 41. Бұл өрнекте белгісіз санды табу үшін ең бірінші 32-ге 24-ті қосамыз. Ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. Бізде 56 болады.
Шыққан 56-дан азайтамыз 41-ді. 15 болады. Бізде белгісіз сан 15-ке тең. Екінші бағандағы 56 қосылған белгісіз сан қосылған 11 тең 75-ке тең. Бұл өрнекте екі амалда қосу амалымен шығарылатын болғандықтан 56-ға 11-ді қосамыз. 67 болады. Барлығынан 67-ні азайтамыз 8 болады. Бізде жауабы белгісіз сан 8-ге тең. Келесі бізде бірінші бағанның екінші есебі белгісіз саннан жақша ішінде 13 пен 21-дің қосындысын азайтқанда 57-ге тең болды. Белгісіз санды табу үшін біз жақша ішіндегі 13-ке 21-ді қосамыз. 13-ке 21-ді қосқанда 34 болады. Енді барлық 57-ден 34-ті қосамыз. Бізде 91 болады. Белгісіз сан 91-ге тең. Екінші бағанның екінші есебі 26-дан азайтамыз 13-ті, азайтамыз белгісіз сан, өрнектің мәні 4-ке тең. 26-дан 13-ті азайтқанда бізде 13 қалады. Енді 13-тен 4-ті азайтамыз. Бізде 9. Белгісіз сан 9-ға тең. Есепті шығар. Цифрлық сауаттылық сабағында 8 қыз және 9 ұл компьютерде жұмыс жасады. Олардың 12-сі жұмыстарын аяқтады. Неше бала компьютердегі жұмыстарын жалғастырды. Есептің қысқаша шартын жаздық. Шешуі: 8 қызға 9 ұл баланы қосқанда 17 болады. 17-ден азайтамыз жұмысын аяқтаған 12 баланы. 5. Жауабы 5 бала жұмысын жалғастырды. Жетінші есептің А тапсырмасы: бір сыныптың балалары кинотеатрға билет алу үшін 2-2-ден кезекте тұрды. Айдос пен Мағжан кезектің басынан санағанда 4-ші жұп, ал соңынан санағанда 10-ші жұп болды. Сонда сыныпта неше оқушы бар? Біз кесте түрінде сыздық. Айдос пен Мағжанды 4-ші қатарға орналастырдық. Олар басынан санағанда 4-ші қатарда тұр, ал соңынан санағанда 10-ші қатарда тұр. Енді біз жалпы қатардың қанша қатар бар екенін анықтап алуымыз қажет. Ол үшін қатарды жалғастырамыз. 5-ші қатар 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Барлығы 13 қатар бар. 13 қатарды біз жазып аламыз. Және дәл сондай тағы да 13 оқушы бар. Барлығы 26 оқушы. Сонда сыныпта барлығы 26 оқушы бар. Тапсырмасы: апта күндерінің атын және санын атамай-ақ 5 күнді атай аласың ба? Кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күні деп аптаның атын және санын атамай-ақ күндерді атауға болады. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.